Биыл 7 айда тұтынушылардың құқығын қорғауға қатысты 800-дей өтініш қаралды. Басым бөлігі бөлшек саудаға тиесілі. Сапасыз тауарының сатып, мерзімі асқан өнімдерін өткізгені үшін талай сатушы сот алдында жауап берді. Жалпы кәсіпкерлік нысандарының атына кір келтіретін жайттар жиі кездеседі. Бұл бір жағынан тұтынушының өз құқығының жеткілікті деңгейде білуінен, әрі тұтынушы мәдениетінің жоғарылағанын көрсетеді дейді мамандары. Мәселен, биыл электронды саудаға қатысты өтініштер 52%-ға өскен. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы проблемалары жүйелі сипатқа ие, әсіресе бөлшек және электронды сауда, сондай-ақ тұрмыстық қызметтер сияқты салаларда. Мысалы, электрондық саудада өтініштер саны өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда 52 өтінішке өсіп отыр. Бұл динамика тұтынушылардың құқықтарын бұзудың артуымен бірге тұтынушылық талаптардың және мәдениеттің жоғарылағанын көрсетеді. Күн сайын тұтынушылар әртүрлі құқық бұзушылықтарға тап келіп болады. Олардың арасында сапасыз тауарды сату, тауарды заңда белгіленген мерзімде 14 күн қайтару және айырбастау проблемалары, сатушы мен уәкілетті орган туралы ақпараттың болмауы, тұтынушының құқықтары туралы ақпараттың болмауы, сондай-ақ тауарды сатып алу фактісін растайтын құжаттардың болмауы сияқты өзекті мәселелер бар.